Батыс Қазақстан облысының Ресеймен арадағы шекарасы ұзын сонар кезектен арылған емес. Мұнда көлік кептелісінің жиілегені сонша, жүк көліктері тәуліктеп кезек күтеді. Бұл жолаушыларға қолайсыздық туғызып отыр. Енді осы жағдай өзгеріп, өткізу бекетінің қабілеті оңалуы мүмкін. Шекарашылардың айтуынша, тексеру бекеттерінің саны көбейіп, көлік өтетін жолақтардың саны артады. Бұл екі елдің арасындағы байланысты жақсарта түспек. Бүгінде осы шекара бекет арқылы күн сайын 10 мың адам мен 8 мыңға тарта көлік өтеді. После реконструкции. Реконструкция жасалған соң бекеттің өткізу қабілеті тәулігіне 25 мың адамға дейін жетеді. Бұл қазіргі көрсеткіштен 2 есе көп. Күн сайын біз арқылы 8 мың көлік өтеді. Оның 1,5 мыңы жүк мәшинесі. Шекараның өткізу қабілеті жетілдірілгесін 15 мың көлік қатынай алады. Аймаққа іс-сапармен келген парламент мәжілісінің депутаты Бақтықожа Ізмұхамбетов шекарашылардың жұмысымен танысып, өткізу бекетіндегі жағдайға зер салды. Өйткені қаржыландырудың жоқтығына байланысты бірқатар мәселе әлі шешімін таппаған. Депутат осы күрмеу қиын істі шешуге ат салысатынын айтып сендірді. Шекарадағы жұмыстарға, кеденнің жұмыстарына байланысты туындайтын жұмыстардың барлығын, сұрақтардың барлығын жинақтап, танысып, білу үшін келдім. Әлде шешілмей жатқан сұрақтар болса, қолымыздан келгенше көмек жасап, үкіметке, жоғарғы мемлекетіміздің басшылығын жеткізу үшін сапарда жүрміз. Сондықтан бүгін ертең осы сұрақтардың барлығын жинақтап берсеңіздер, мен соны шешу үшін сіздерге көмектесуге тырысамын.